Сәлем бәріне, бүгін 29-да бірінші есепті шығарамыз. Бұл жерде 29-да үшінші кестеде солтүстік Қазақстан облысындағы 2016 жылдың шілде айындағы орташа ауа температурасының мәндері берілген. Міне температуралар берілген. Бұлар бізде әрбірі варианты деп аталады. Және де вариантының абсолюттік жиілігі деген ол бізде неше рет қайталанғаны жазылған, яғни бір жылда 29 градус мысалға 4 рет қайталанған. Және де варианталық салыстырмалы жиілік дегеніміз ол бізде табу керек сан қазір осы есепте. Және де салыстырмалы жиілігін біз 0,101 дәлдікпен тауып кестені толтырыңдар деген. Қай вариантта жиі кездеседі деген. Ал бастайық. Ең бірінші бізге мынау 4, 4, 5, 6, 4, 4, 2, 1 сандарының қосындысын табу керек. Қосындысы бізде 30-ға тең. Яғни біз 4-ті 30-ға бөлуіміз керек. Қысқарады 2, мына жерде 15 болады. 2-ні 15-ке жуықтап бөлген кезде шығады бізде 0,113 саны. Келесі 4 санын 30-ға бөлеміз. Шығады бізде мынау сан. Бұл жерде бізде өздеріңіз білетіндей біз жуықтап алып жатырмыз. Жуықтап деген қалай екенін түсінбей жатсаңыздар, қазір сіздерге түсіндіремін. Мысалыға, міне 5 санын 30-ға бөлу керек, яғни мына жердегі сандардың қосындысынан. Яғни 5-ті бөлеміз 30-ға тең болады. Міне өте көп санждар шығып кетеді. Және де біздің 0,101 дәлдікпен деген сол себепті біз мына сындарға қарамаймыз. Міне бірақ та бұл жерде бізде 6-ға бітіп тұр. Ең соңғы сан, екінші сан, нүктеден кейінгі екінші сан 6-ға бітіп тұр. Сонда біз мына жердегі барлық сандарды жуықтап 1 деп алып, 6-ға 1-ді қоса саламыз. Сонда 0,117 саны шығады. 0,117 саны. Келесі 6 санын мысалға 6 санын бөлу керек бізге 30-ға. Міне 0,12 саны. Міне 0,12 саны. Міне бөлгеніміз 4-ті 30-ға бөлгеніміз 0,113. Мында да солай 0,113 саны. Міне мына жерде міне 2-ні бөлу керек 30-ға. Міне қарап отырсаңыздар, мына жерде өте көп сан шығып кетеді. Бірақ та біз бұны жуықтап алуымыз керек. 0,101 дәлдікпен алындар деген. Сол себепті біз мына ең соңғы 2 санды қалдырамыз нүктеден кейінгі. Бірақ та бізде ең соңғы сан 6-ға бітіп тұр. Сол себепті біз 6-ға мына жердегі сандарды 1 деп санап аламыз да 1 санын қосамыз. Яғни 6-ға 1-ді қосқан кезде 7 болады. Сонда 0,107 саны шығады. Келесі 1 санын бізге 30-ға бөлу керек деп тұр. 1-ді бөлеміз 30-ға. Тоже дәл солайынан көп сан шығып кетеді. Бірақ та мына жақта өзгешелеу. Міне 0-дан кейін 2 санды қалдырамыз. Міне. Және де бұл жерде бізде ең соңғы сан 3, яғни ең соңғы сан 5-тен көп болса, онда біз мына жердегі сандар үшін 1-ді қоса саламыз. Ал мына жерде бізде 5-тен кіші сан, сол себепті осылай дәл осылай қалады. Және де айта кететін жайт, бұл жерде салыстырмалы жиілікте мынау сандар 0,113, 0,113, осы барлық сандардың қосындысы бізде 1-ге тең болу керек. Алайда біз мына жерде барлық сандарды жуықтап алдық бөлген кезде. Сол себепті бізде 1-ге
тең сан шықпауы мүмкін, бірақ та соған жақын сан шығуы мүмкін, бірге жақын сан. Енді тексеріп көрейін. 0,113 санын бізде 4 рет кездескен, сол себепті 0,113 санын 4-ке көбейте саламын. Және де қосамыз 0,117-ге, қосамыз 0,12-ге, қосамыз 0,107-ге, қосамыз 0,103-ге. Тең болады 0,199 санын, яғни жуықтап алған кезде бірге тең. Келесі 29-ды екінші есепте статистикалық қатар берілген, және де бұл статистикалық қатардың пайдаланып вариациялық қатар жазыңдар деген. Неке вариациялық қатарды жаздым, мен мұнда өз суретімен жаздым, яғни 2-ден 5-ке дейін өсті. Және де вариациялық қатарды қолданып 3-4 варианталардың абсолюттік және салыстырмалы жиіліктерін табыңдар деген. Сол себепті қазір мен сіздерге кестені сызып көрсетейін, және де вариантаның абсолюттік және де вариантаның салыстырмалы жиілігін тауып көрсетемін. Мен сіздерге түсінікті болу үшін сызып алдым. Не варианты 3 және де варианты 4, және де вариантаның абсолюттік жиілігін және де вариантаның салыстырмалы жиілігін табу керек. Ең бірінші мен сіздерге айтқым келгені, 3 саны бізде мына жерде кітапта да және де менің жазған вариациялық қатарымда 3 саны бізде 19 рет қайталанған, яғни 3 жазып қойын 19 рет деп. 4 бізде 5 рет қайталанды. Дәл солайынан вариантаның абсолюттік жиілігіне де дәл солайын жазып қойық. 3 19 рет, 4 5 рет қайталанды деп. Енді 19 бен 5-дің қосындысын жазамыз, ол бізде 24-ке тең. Енді 19-ды 24-ке бөлу керек. Жуықтап алған кезде 0,179 саны шығады. Міне калькулятормен көрсетіп жіберейін. 19-ды бөлеміз. Тең болады. Міне 0,1 ең соңғы санына қараймыз. Және де ең соңғы 2 санында 9 деген 6-дан үлкен сан. Сол себепті 9-ға біз 1 санын қосамыз, сонда 0,180 саны шығады. Мен қателесіп кетіптім. 5 санын бөлеміз 24-ге. Тең болады. Міне тең болады. Мұнда екінші санына қарайық. Міне нүктеден кейін екінші сан 0 болып тұр, яғни біз 0,12 санны деп жаза салсақ болады. Мынау таңба не деген таңба деп түсінбей жатсаңыздар, бұл тең деген таңба емес, бұл жуықтап алғандағы тең деген сөз, яғни почти тең деген сөз. Енді вариациялық салыстырмалы вариантаның салыстырмалы жиілігін де бізде әрдайым мұнда да, міне мұнда да бізде әрдайым қосындысы бірге тең болу керек, мұнда да бірге тең болу керек. Ал қосып көрейік. 0,180 қосылған, мұнда бізде 0 шатасып кеттім. Қосылған 0,120 тең болады. Міне 1. Яғни мен жуықтап алған жоқпын. Тең 1. Яғни мен тура алған деген сөз. 29-ды үшінші есеп. Бұл жерде бізде мен мысалды ретінде көрсетемін, себебі сіздердің сыныптағы оқушыларды мен білмеймін. Және де менің мысалымға қарап, сіздер сол өздеріңіздің есептеріңізді шығара аласыздар. Бұл жерде сыныптастарының алгебрадан, геометриядан, қазақ тілінен және де физикадан 90-дық бағалары туралы мәліметтер жинаңдар деген. Әр мәліметті вариациялық қатар түрінде жазыңдар. Әр пән бойынша ең аз, ең көп, ең кең тараған бағаларды көрсетіңдер деген. Ал көрсетейік.
Мінекей мен өздеріңізге түсінікті сызба сызып қойдым. Бұл жерде міне аты жөнін жазамыз балалардың, және де аты жөніне мысалға бір баланың қыздың атын жазып көрейік, Айгүл деп. Тағы да Сырым. Әрине сіздер өздеріңіз сыныптағы балалардың аттарын жазасыздар. Қарлығаш дейік мысалға. Және де Әли деп жазамын. Енді олардың сабақтарында бірінші тоқсанның алгебрада нешеге шыққанын жазайық. Мысалға алгебрадан ол Айгүл мысалға 5-ке шықты дейік. Геометриядан 4-ке шықты. Қазақ тілінен 5-ке шықты дейік. Физикадан 4-ке шықтық дейді. Сырым мысалға алгебрадан 3-ке шықса, геометриядан мысалға 4-ке шықса. Қазақ тілінен 5-ке шықса, физикадан 2-ге шықты десек болады. Әрине де сіздер мысалға өздеріңізге аласыздар. Мен бұл жерде қызық үшін әртүрлі сандар алып жатырмын. Арман алгебрадан мысалға 2-ге шықса, геометриядан 4-ке шықса. Қазақ тілінен 5-ке шықса, физикадан 3-ке шықты делік. Қарлығаш 5-ке шықты, алгебрадан, геометриядан 4-ке шықты, қазақ тілінен 3-ке шықты десек, физикадан 5-ке шықты дейік. Салтанат мысалға алгебрадан 3-ке шықса, геометриядан 2-ге шықты делік. Қазақ тілінен 3-ке шықса, физикадан 4-ке шықты дейік. Әли алгебрадан 3 шықса, геометриядан 4 шықты дейік. Қазақ тілінен 5 шықса, физикадан 4 шықты дейік. Әр мәліметті вариациялық хаттар түрінде жазыңдар деген. Және де әр пән бойынша ең аз, ең көп, ең кең тараған бағаларды көрсетіңдер деген. Міне вариациялық қатар деп жазып қойдым. Енді қатарымызды көрсетейік. Ең бірінші бізде ең кішкентай саны, 2 саны, және 2 бізде неше рет қайталанған. 2 менің мысалымда 3 рет қайталанған екен. Ал 3 бізде мысалымда 3 6 рет қайталанған. 2, 3, 4, 5, 6 рет. 4 бізде 8 рет қайталанған менде. Ал егер сіздерде басқаша болса, жаза беріңіздер өздеріңіздің мысалдарыңызды. Қайталанып дедім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ең соңғысы 5 менде 7 рет қайталанған. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді бұл жерде менде әр пән бойынша ең аз, ең көп, ең кең тараған бағаларды көрсетіңдер деген. Алгебрадан ең аз таралған сан ол бізде 2 саны. Деп жазып қоямын. Көп таралған ол бізде 3 саны. Міне. Және де айтатын тағы да жайт, өздеріңіздің кестелеріңізге қарап жазасыздар. Келесі геометриядан ең аз таралған, геометриядан бізде ең аз таралған ол 2. Геометриядан ең көп таралған ол бізде 4. Міне өте көп алған. Дәл солай қазақ тілі мен физиканы жазасыздар. Мен сіздерге примерін көрсеттім деп ойлаймын. Математикадан 24 рет үй жұмысы берілген деген. Енді ең бірінші есебінде оқушы үй жұмысын 8 рет 5-ке орындады деген. 90 бойы оқушының үй жұмысын 5-ке орындаудың абсолюттік жиілігін табыңдар деген. Сонда біріншісінде бізде 5-ті 8 рет алған. 8 рет алған. Екіншісінде оқушы үй жұмысын 12 рет 4-ке орындады. 90 бойы оқушының үй жұмысын 4-ке орындауының абсолюттік жиілігін табыңдар деген.
Ол 12 рет деп тұр міне. Міне 4-ті 12 рет алған деп жаздым. Үшіншісінде мына жерде бізде тиянақты болу керек, себебі оқушы үй жұмысын 13 рет 4-ке орындады деп тұр. 13 рет 4-ке орындады деп тұр. Бірақ 8-ге 12-ні қосқан кезде бізде 20 шығады. 20-ға 13-ті қосқан кезде бізде 33 саны шығады. 29-ды 5-шісінің үшіншісі кішкене қиындау. Мінекей мен сызып алдым. 5-ке 8 рет орындаған. 4-ке 12 рет 4-ке орындаған. Ал енді 8-ге 12-ні қосқан кезде бізде шығады 20 саны. Ал бізде бірінші 90-да мұғалім 24 үй жұмысын берді. Бізде ойланып қарау керек. 24 рет берілсе, 4 рет 4-ке ол оқушы 4 рет орындаған деген сөз. Яғни 24-тен 20-ны азайтқан кезде 4 саны шығады.